1, 2, 3. Мама қызық Қызық болып жатыр ғой. Күшті. Берген екен тапсырманы. Осындай тапсырма беру керек қой. Ана баяғы санардан түсе алмай тұр. Достармен біз қуып жатырмыз. Қара ана машинаның жарығымен көрінбей қалды. Ана жерде бір адам бізді мазақтап жатыр ма? Бағаналы бері қарап тұр да и билеп тұр. бомбуш сияқты либо мас. Сәлем достар. Сәлем достар. Біздің каналымызға қош келдіңдер. Достар, бізде мына қыздар жаздай айтып қолымыз тимеген палатканы күздің қара суығында түсірмекшіміз. Қатты суықта біз шыдай аламыз ба, шыдай алмаймыз ба? Дворда түсіріп жатырмыз. Жазда біз осы челленджді түсіргіміз келіп еді. Еш қолымыз тимеді. Осы өзіміздің дворда түсіріп жатырмыз. Дворда қонамыз деген челлендж түсіргіміз келіп еді. Рет келмеді. Енді біз суық палаткада кім шыдайды деген челленджді түсіріп жатырмыз. Кірсеміз ба? Иә. Ал достар, аяқтарын шешіп кіре берсін. Бізде палатканы білесіздер, бұл палатканы, иә. Тәттілерін әкеп алды, қазір обзор жасайды. Бізде осындай біздің дворымыз. Балалардың бәрі үйіне кіріп кетті. Біз сағат 10:30-да бастап жатырмыз. Қаншаға дейін шыдайтынымызды білмейміз. Тура осы турниктің қасына қойып алдық. Қыздар қазір задание беріп, бір-біріне сондай ойнағылар кеп тұр. Біз соны қазір ойнайтын боламыз. Достар, біздің челлендж басталды. Ыстықтасаң шашыңды, басыңды сәл шешіп қоя тұрсаң болады. Қанша дегенмен мынау қатты не емес, бірақ желді ұстап тұрады екен, иә? Ал бізде мына микрофон бізге жақсы болды. Білмеймін, керек па, керек емес па. Іші ық екен, дала жел болып қала ма деп едік. Сонда да тағып аламыз ба? Бірақ бұны тақсаң бір жаман жері тықырлаған дауыстың бәрі естіліп тұрады екен да. Иә? Тақпай қоямыз бәле. Тағайықтан аны шешіп тастайым үстіндегі сватипкамен. Сөйтеміз ба? Онда мына нелерімізді тағып алайық. Мынаны қоса бер. Бізде қыздар, достар, жүгеріден бастамақшы. Бізде қыздар жүгеріні қатты жақсы көреді. Бұл жылда бір қап алып қойып жүгеріні. Иә? Мына салқыннан сәл арыстайсың, қазір монтажда батқан кезде кәдімес қорлап. Ал достар, біз жүгерімізді жеп алдық, ыстық жүгерімізді. Сонымен қыздар ыстықтады. Иә? Мен бұлар жаурайма десем, бұлар ұзақ отыратын сияқты. Достар, курткаларын шешіп тастады, байқасаңыздар. Ал тәттілеріне не жасайықшы? Распаковка. Обзор жасайықшы. Бізде қыздар бүгін чипсы алды, сок алды. Бүгін без газда сокшықлер деп жатыр. И латиау алды он. Латиауын вообще жеңіл көп кеткен еді. Қайтадан білмеймін. Латиау ұнайды. Солай ма? Иә. Көздер. Наса жейміз сонда. Көзбен қарбыздар алыпты. Бұл да біздің тістермен атып ойнағылар келді, бірақ тістерінің түсіп атқанымен шаруасы жоқ. Аяланың бір тісі түсті, қуаныштымыз. Яқтағы да түскен ғой. Иә. Нәрсе. Енді сол қозғалып жатын. Болды қозғалып мен қорқанмен. Так, на пакетті ары қарай қоя салып қытырлатпай. Ал, давай. Баяғыда мен жек көрем. Қай латиауын жейміз? Любой. Бәрін дәмі бір, просто түсін өзгеріп тастаған ғой. Давай. Көрекші мақұл. Әпермеймін десем қас арсып тұрып алды ғой. Мама жекші деп. Көрейік енді. Айла. Салфетка алып шықпадыңдар, как всегда. Алып шықтым. Алып шықтың ба? Бумажный салфетка алсамадың ба? Ондай алмадың ба? Ал. Осылай жеген жақсы көремін мен. Қолымыздың бәрі не болды? Ал баста. Абайлан тісіңді жұлып алмасын. Ал қыздар жұмбақтарын жасырып болды. Абайлашы, мен уайымдап отырмын мына қыздышы. Ойбай, түсін деп тұрған тісің тағы да түсіп кетемін.
Мен жегім келмейді. Ашып берейін ба? Мен жегім келмейді. Неғып осыған құмар екендеріңді. Тістеріңді абайлаңдар, тіске өте зиян ғой. Жей. Ал енді немен айналысады біздің қыздар? Лапкаларын алып шықты. Менде де. Бізде осындай жанатын лапка алып алды ғой қыздар. Иә? Şimdi әдемі көрінетін шығар бұл жанатын. Бізде қыздар лапканы өйстіп жақ қойып отыр. Антистресс. Ішіміз пыспасын деп түнгі творчествомен айналысып жатыр. Аяла, не істеп жатсың мынаны? Лапканың ізін алып қалмақшысың ба? Иә. Не істейсің сөйтіп оны бояйсың ба? Сөйтіп барып оны каусарға бір нәрсе жазып берем. Тілек па? Тілек? Әне достар, күшті лайфхак. Қазір лапка тренд болып жатыр. Аяла лапканың стилінде открытка дайындап жатыр. Ашық хат, короче. Басы істейді біздің қыздың. Жансая, сен не істеп жатсың? Бағымдарын толтырып отырмын. Толтыра бер, әдемі екен. Куромина типа. Я еще мынандай закатпен, закат әдемі көрінбейді. Молодец. Дворда тек қана үлкен адамдар ғана жүр. Баладан ешкім жоқ. Ғана міне. Сендер жаурайын дедіңдер ау деме, ана палаттан жауып алайын ба? Иә. Жабайын ба? Жансая, сен что-то пысылдап бастадың, неге кимейсің курткаңды? Таң қаламын, не үшін алып шықтың? Қалпақты не үшін алып шықтың? Ал қыздар бізде тілек жазуға кірісіп кетті. Лапка ашық хатын біздің Жансаяда жасап жатыр. Мен просто лапканы сүртіп. Суретін саласың ба? Ашық хатты открытканы бізде Кәусар деп жазып жатыр. Бақытты қыз бол. Сен өте мейірімді қызсың деп жаз. Енді тілек деген сондай болады ғой. Ал достар, бізде келесі бөлім. Уақытымыз өтіп жатыр. Аяларны сол үйге кіргізе алмадық, жаурап атсың ғой деп. Бұл ойын ойнайым деп жатыр. Кірмейін деп айнып қалды. Сонымен бізде мынандай задание орындаймыз. Мына 3 параққа үшеуміз жазылғанбыз. Кімге кім түседі? Жансаяға мама түссе, Жансая маған задание береді. Маған Аяла түссе, Аялаға беремін. Короче, түсіндіңіздер ғой да? Давай, бірінші сен екеуің алыңдар, қалғаны менікі болады. Ала ғой. Ашыңдар. Мама. Маған Аяла значит. Жансая. Мен Жансаяға задание берем. Мен мама. Аяла мамаға береді, сен Аялаға бересің да? Давай. Сульфа бастаймыз. Сулифа. Сулифа. Екеумізді қырып тастады. Екеумізге. Сулифа. 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 Не болып кетті? Давай, ең соңында береді екен мен Жансаяға. Бірінші Аяла. Аяла маған береді. Аяла, сен маған қандай задание бересің? Кез келген. Сіз сыртқа шығып, 50-ге дейін санаймызда футболкамен тұрасыз. Сыртқа киіміңізді шешіп, 50-ге дейін санағанда сыртта тұрасыз. Футболкамен тұруым керек қой мен, иә? 50-ге дейін санайсың, 50-ге дейін футболкамен. Маған жандарың ашмай ма? Жоқ, енді бұл мама задание. Шли, сөйтіп кетесіңдер мәне. Ойын. Жарайды. Давайте. Бізде осындай тапсырма. Иә. Мен шештім. Аялай санасың? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.
Мама ел что-то аз болған сияқты. Елу? Аз болған. Елу сонда маған аз 100 болу керек пе еді? Жоқ, болыпты, кіре беріңіз. Біз жауырып кеттік уже. Мен жаураған жоқ, мен бәрібір отам ғой. Ойбай, мама, әй жауырамадыңыз ба не? Иә. Мен жаурап кеттім уже, біз іште отырып. Ал достар, бізде енді аялабайындап жүрегі дүрсілдеп жатыр. Кеттік Жансая, қандай тапсырма дайындадың? Осы уақытқа дейін ойланған шығарсың? Турникке 5 рет асылады. Оңай ғой, или оңай емес па? Үйде асылып жүреді, мақұл көр, давай. Асықпа. Ал, бізде аяла кет, ал. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Ана төбеде тұр. Молодец. Енді аяла сен дұрыс қой. Сен былай ішінде тұрып алып басын көтеріп жатсың ғой. Онда сен де сөйтіп жасап көрші. Бұл қыз ғой, бала емес. Сен жасап көр, давай. Саған мен тапсырма берейін. 10 не жасайсың? Турникке асыласың. Бола ма? И неменеге ақыл үйретіп жатсың? Мен вообще оны істеймін. Үйде әшейінде бұлай істейді. Мен үйде істей алам ондайды. Далада істей алмайын деп. Үй вообще қиын ғой, үлдіңкі. Иә, үйде әкенің тартылатын қалың ғой, мынау қайта сенің қолдарыңа жуан емес, жіңішке, әдемі ғой. Енді бізде соңғы. Мен енді оңай деп ойлаймын. Тапсырманы мен берем, Жансая маған намек тастамай қой, оңайын беріңізші деген мағынада айтып жатқан сияқтысыз ғой. Жансаяға кезек келді. Анаға подъездің есігін көріп тұрсың ба? Иә. Бізге қарама-қарсы подъездің. Давай. Анау айтқандай алыс емес, анау айтқандай жақын емес, орташа. Сол подъездің есігіне дейін барып, келу 5 рет санайсың. Біз санап отырамыз. Бір аяқпен барып келесің. Секіріп. Қиын ғой, мама. Енді білмеймін мен ештеңке. Аяла, ұнады ма мен берген тапсырма? Наказание қандай еді? 4-ші этажға аяқпен шығу. Ойбай. Оған қарағанда ана аяққа жүгіріп барып келген оңай сияқты. Қалай ойлайсың, Аяла? Жақсы. Істен былай барайын ба? Аяғын көтеріп аласың, короче. Берке. Онда арамдық жасауға болмайды, мұна жерден бастап, аузым ашылып, қарап отырмын. Сонда мияқтан аяға барып, Иә. Ана есікке барасың, ана есіктен осы жаққа келесің. Кеттік. Жансая қайт. Бір аяқпен барасың. Бір аяғың талса, келесі барғаныңда екінші аяқпен барасың. Түсіндің бе? 1, 2, 3. Мама, қызық ғой. Күшті берген екен тапсырманы. Осындай тапсырма беру керек қой. Ана баяқ санардан түсе алмай тұр. Төртінші этажға дейін Жансаяны шығарамыз. Иә. Жарай ма? Давай. Потому что ол дұрыстап орындап жатқан жоқ. Басталғаннан уже қарасайын істеп жүрген. Анау қара. Басталғаннан нервке тиіп жатыр, короче. Түсіндің ба? Давай. Достар, бізде Жансая отылды. Әшейін бір рет барып келгенге жылайын деп жатыр, короче. Қиын, мама, өзіңіз барып көрсеңіз. Мен бармаймын, бұл менің заданием ғой. Не ол? Не ол? Ойбай, не болды? Мына анау ма? Әшейін. Ойбай. Бомбері, сыртындағы бомбері ауыр болып тұр екен ғой, короче. Ал, көрейік, давай. Аяғым талып тұрғанын өзім де білмеймін. Давай, сәттілік. 4-ші этажға шығасың ғой, короче. Айттым ғой, мама. Қазір көреміз. Көреміз. Көрейік, бағын сынап көрсін, да. Давай. Көрдіңіз ба, арамдық берді отқан, мама. Ана машина оймен қорқытты жіберіп. Бүйтіп артқа сөйтіп алдыға бүйтіп.
Ол сені қорқытып жатқан жоқ, өзімен өзі өз жолында жүрген адам ғой. Сен просто сылтау сенікі. Давай ұтыла салшы, болды. 4-ші этажға дейін шыға салшы қазір қайтарда. Мама, ана не істеп жатқанын дым түсінбедім ше. Жоқ, бұл жол жақсы барды, жетті, көрейік енді. Шыдайық, 5-ке дейін шыдайық. 5 рет, ана 1 рет кетті, 1. Бізге де қызық болып жатыр мынаның жасап жүргені. Мен істеген Білжіп жүрген қарсай. Ана адамдар непонятно түсінбей жатыр. Мына таксимен келіп жатыр көп адамдар. Қайтып жатыр тойдан, бірдеңкеден қайтып жатыр ау деп айтып жүр. Машинадан түскен адамдар таң қалып жатыр мыналар түнгі сағат 12:30-да. Не істеп жүрсің? Міне солай. Сен әшейін тегіс жолда жүре алмай жатсың да, сен қайтып шығасың. 4-ші этаж. Мен ерінбей түсірем 4-ші этажға шыққанымда. Не ол? Қайтып? Бір аяқпен шығасың ғой үйге дейін. Достарым светін жауып жатыр. Бізде біздің мазақтап тұр ма? Или ағынан бірінші бір адам билеп тұрды. Не қылық жасап жатқанын білмейміз. Светті өшіре салыңызшы. Өшіре салыңызшы. Мынаны фонарьді өшіре салайыншы. Достарым, біз қорқып жатырмыз. Қаранана. Машинаның жарығымен. Көрінбей қалды. Ана жерде бір адам бізді мазақтап жатыр ма? Бағаналы бер қарап тұр да, и билеп тұр. Бомбыш сияқты, либо мас. Бізге қайтатын сияқты. Өшірші. Телефондарымен, телефон алып шық деп едің ғой жаңа. 102-ге звондай саламыз. Алып шықпадың ба? Біздің телефонмен звондайық. Мен енді камераны өшірмейін да, не болса да түсіріп алу керек болып тұр ғой. Кет қапты. Жоқ, мынаны қарай. Ерасыл, сен бар Ерасыл, ана жерде билеп тұрған сен болсын да бағана. Мен ба сіздер? Не істеп жүрсің? Мен үйден терезеден сіздің палаткаңыз бар деп қарап қалдым. Біздің палаткаға ұқсайды екен деп келдім. Сол сіздер сөйлеп жатсыздар. Кім оятты сені? Ұйықтап жатыр едіңдер. Мұхаммед екеуің ұйықтап қалған кезде шықтық қой біз. Мен сосын оянып кеттім ғой. Біз қорқып. Біз мына жерде кәдімгідей дірілдеп отырдық қой. До того ше мына камераны өшіруге қорықтым мен, шын айтамын. Ерасыл, түсінесің ба? Біз камераны өшірсек, түсіре алмай қалатын сияқты болдым да. Не болса да, кім болса да түсіріп қалайын камераға деген оймен қорқып отырдық қой. Мен екен. Кір енді, неғып жүрсің? Ал бізде, давай, сәлем айт. Бізде Ерасыл үйге кіріп бара жатыр. Үйге кім мен? Кірмейміз біз. Ұзақ отырамыз әлі. Мама, бір нәрсе айтшы. Ау. Тізем барғым деп жатыр, аяғым ауырып тізем. Не, сен ойыннан шығасың ба? Иә, маған 10 мың керек емес. Үйге кіресің ба, точно? Иә. Точно? Давай, бізге жақсы, давай, дай 5. Мама, мен де үйге кірейінші, мен де жарау кеттім. Қымашы Жансая, немене үшін алып шықтыңдар мені? Жарау отыр. 3,5 сағат отырдық қой. Жарау отыр. До конца, Жансая. 10 мың теңге, ойлан. 10 мың теңге келгіміз өзімізді қалаймыз. Точно ба? Не, қорқып жатсың ба? Қасыңда мен отырмын ғой. Деп жатыр. Еще аяғымды қақсатып барады. Жігіттер кетпеңдер онда, давай. Жансая. Ерасыл, тоқта кетпе онда. Мынарын жинаймыз. Жансая келсе мен жалғыз өзім отпайтын шығар палатканың ішінде. Онда давай. Лақтырды, короче, қыздар. 10 мың теңге керек емес дейді, шаршадық дейді, ұйықтаймыз дейді. Достар, ренжімеңдер, біз жиналамыз, үйге кіреміз. Достар, бізге ренжімеңдер, көзіміз сығырайып, дірілдеп, жаурап кетті шынында да. Мен безрукавкамды кием ғой, одеялды оранамыз ғой деп отыр едім. Жансая айнып қалды.
Ерасылмен бірге, короче, екі қыз да кіріп кетпекші. Менен жалғыз өзім қалсам бұл ойын болмайды ғой. Сонымен 10 мың теңге ничей болды ғой. Бәріміз де кіріп бара жатырмыз. Бізге ренжімеңіздер, лайк басып бізді қолдап қойыңыздар. Біз шында да жаурадық, қатты суық шында да. Қар жоқ, жаңбыр жоқ, аспан ашық, бірақ дала өте суық, қара суық болып тұр. Сау болыңыздар. Пока.